Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз массалық қатынас арқылы формула табу. Біз оны қалай табамыз? Егер де бізге мыс оксидінің қатынасы 4/1 дейтін болса, біз ол жерде қанша мыс бар және қанша оттек бар екенін қалай табамыз? Яғни эмпирикалық формуласын қалай табамыз? Ондай болған кезде біз берілген массаларды өздерінің малярлық массаларына бөлеміз. Яғни мыстың массасы 4 деп берілді ма, значит 64-ке бөлеміз. Оттек массасы 1 деп берілді ма, онда 16-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 0,10,625 шығады. Екі жауапта да, екеуінде де бірдей жауап шығады. Оны бөлеміз, сол 0,10,625-ке. Сол кезде 1 деген сан шығады. Яғни мыстан бір атом, оттектен бір атом деген сөзді білдіреді. Егер де осы 4/1 деген нені қатынасты 2 еселейтін болсақ, бәрібір есеп дәл солай шығады. Яғни 8/2 деп беретін болатын болсақ, ондай болса 8-ді бөлеміз 64-ке 0,1025, оттекті 2-ні бөлесің 16-ға 0,1025. Сол кезде оларды бөлеміз өздерінің кіші санға, ол екеуі де бірдей сан болғандықтан 0,25-ке бөлеміз. Сонда x-тің және y-тің мәні бірге тең, яғни мыстан бір атом, оттектен бір атом деген сөз. Яғни біз алдыңғы видеода түсірілгендей, осы H2CO3-тің бізде қатынасын тапқан едік, 1,624 деген, сол дұрыс шыға ма, соны кері қарай шығарып көрейік. Яғни олардың қатынасы 1,624 шығып еді. Енді біз формаға салып шығаратын болсақ, олай болса қалай болады? Hx тең 1-ді бөлеміз 1-ге, шығады бізде 1. Енді көміртек y тең 6-ны бөлеміз 12-ге. Сол кезде 0,15 шығады. 6-ны 12-ге бөлетін болсақ. Ал оттектікі бізде z, яғни 24-ті бөлеміз 16-ға. Бізде шығады 1,15. Осы 3 санның кішкентай саны 0,15. Яғни осы 3 санда да бөлеміз 0,15-ке. Яғни 1-ді 0,15-ке бөлетін болсақ, x шығады 2, 0,15-0,15-ке бөлетін болсақ 1, 1,5-ді 0,15-ке бөлетін болсақ, онда 3. Яғни 2 атом, 1 атом, 3 атом. Яғни 2 атом ол сутек, 1 атом көміртек, 3 атом оттек. Яғни H2CO3 деген формула шығады екен. Кері қарай төменде берілген тапсырмаларды орындаймыз.